анын инемен шаншиды. Ал бұл шаншығаны 10 жылға созылды. Мамасы жанашып көмектескісі келеді. Ал сен тани алдың ба? Бұл кішкентай жігіт бала кезіндегі Месси еді. Тумысынан ергежейлі бала болашақта аты аңызға айналған футбол жұлдызына айналады деп кім ойлаған? Бала Месси әжесімен бірге футбол ойындарын көруге жиі келеді. Ойын басталғалы жатқанда ойыншылардың бірі келмей, жаттықтырушыны қатты асықтырды. Әжесі кішкентай Мессиге тырысып көрейін деп еді. Бапкер оны келемеж деді. Ар кішкентай адам қалай футбол ойнайды? Ал әжесі сенімді. Шарасыздан жаттықтырушы оған мүмкіндік берді. Осылайша Месси алғашқы футбол ойынын бастады. Бапкерде мүлде үміт болмаған. Бірақ жұртты таңғалдырғаны аласа бойлы бұл баланың дриблингі мен жылдамдығының басқалардан әлдеқайда жоғары болуы. Ол старттан кейін көп ұзамай қатарынан бірнеше адамнан өтіп барып гол соқты. Ал жаттықтырушы қазына тапқандай әжесінен күнде түстен кейін Мессиді жаттығуға әкелуін өтінді. Көптеген адамдар Мессидің футболмен айналысқаны, футбол жанкүйері әжесіне байланысты екенін білмейді. Ол кішкентай Мессиді жиі жігерлендіреді. Әжесінің ықпалымен Месси футболды өз жанындай көрді. Сондықтан гол соққан сайын Месси әжесінің рухын жұбату үшін қолын көкке көтереді. Ол да әжесінің үмітін ақтап, қайда жүрсе де доп теуіп жүрді. Оның таланты мен еңбекқорлығының арқасында алаңда ешкім оған тосқауыл бола алмады. Бүгін шешуші ойын еді. Бірақ үйдегі дәретхананың есігінің тұтқасы сынып Месси ішінде қалды. Есікті қатты қаққанымен ешкім жауап бермеді. Амалсыздан әйнекті сындырып, қауіп-қатерге қарамай стадионға қарай жүгірді. Ол ойынға келгенде команда 2 доп артта қалған. Бапкер 20 минут қалғанда тез арада Мессиді ауыстырды. Бірақ бұл уақыт оған жеткілікті еді. Месси алаңға шыға салысымен ойынның бағытын әп-сәтте бұрып жіберді. Үздіксіз дриблинг және үздіксіз соққылармен команданы жеңіске жетелей түсті. Жүлде ретінде әрқайсысына велосипед берілді. Месси алаңда допқа мықты болғанымен футбол ойындарын ойнауда нашар болған. Олар ойынға кіріспес бұрын өздерінің ұнататын жейделерін киетін. Ал Месси әр кезде біреуін ғана таңдайды. Бұл Барселонаның нөмір 10-шы жейдесі. Ол көп жылдар өткен соң бұл нөмір оның ерекше нөміріне айналады. Және ол үшін үлкен құрметтің бастауы болады деп ойламаған. Ол досының немере қарындасы Антонелламен кездесті. Ал ол Мессидің болашақ жары болады. Жасыл алаңдағы Мессидің таланты барған сайын таң қалдырады. Ол алаңға шықса болды, көрерменді өзіне тартады. Барлығы Мессидің допты теуіп ешқашан жерге түсірмейтін ерекше шеберлігін көргісі келеді. Бірақ тағдыр оған бір ауыр соққы береді. Кішкентай Мессиге физикалық тексеру кезінде дәрігер сирек кездесетін өсу гормонының тапшылығы, яғни ергежейлі деген диагноз қойған. Уақытылы емделмесе, болашақта бойы өспейді. Бұл сөздер көктен жай түскендей сезілді. Бірақ кішкентай Месси бір ғана ойы болды. Ол кезде отбасы қиын жағдайда болса да, оның әкесі кішкентай Мессиді емдеп, оған өсу гормонын тұрақты түрде беріп тұруды шешті. Жүрегіндегі футбол арманы үшін Месси барған сайын күшейе түсті. Бұл кезде ол небәрі 11 жаста еді. Бірақ күтпеген оқиғаға тап болды. Аргентина экономикалық дағдарысқа ұшырады. Үміт артқан екі команда Нью-Йорк Old Boys және River Plate'те оның әкесінен аяусыз бас тартты. Олардың ойынша, ергежейлі адамның болашағы мүлде болмайды. Әкесі барлық командаларға барып шықты, бірақ ешкім Мессидің болашағы үшін ақша төлеуге дайын емес. Алайда 2 жылдан кейін Барселона Мессиге мүмкіндік берді. 13 жасар Месси өз арманына жету үшін әкесіне еріп Барселонаға барды. Бойы қысқа болғандықтан жастар құрамасына сәйкес емес сияқты көрінеді. Командаластары оған менсінбей қарап, жиі мазақ ететін. Бірақ алаңға барғанда бұл тайпақтың таланты барлығын таң қалдырды. Оның Месси есімін барлық ойыншылар мен жаттықтырушылар білді. Барселонаның топ менеджменті Мессидің талантын көріп, оны болашақ футбол жұлдызы болады деп ойлап, оның барлық медициналық шығындарын өз мойындарына алуды шешті. Кішкентай Месси Барселонаның көмегімен күннен күнге жетіліп, бойы өсіп келеді. Алпауыт болып өспесе де, оның бойы 1,70 метрге жетіп, кумирі Марадонадан да асып түсті. 16 жасында Месси негізгі құрамға көтерілді. Бірақ бұл кездегі Аргентина құрамасы Мессидің талантын байқамаған. Алайда командадағы бас аспаз Мессидің талантын байқап, оны ресми түрде құрама жаттықтырушысына ұсынады. Жаттықтырушы Мессидің ойынның видеосын ашқанда, оның таң қалғаны сонша, YouTube'тан еріксіз менің каналыма жазылып, содай кейіп барып жалғасты ойынын көрді. Жылдамдық па, допты меңгеру ма, мейлі. Месси өзінің тамаша ойынын көрсетті. Жаттықтырушы тез арада Аргентина футбол командасына қоңырау шалды. Necesito que me consigas a un pibe que vive en Barcelona que se llama Lionel Messi, ¿entendiste? Lionel Messi. Дайды түсіндіргеннен кейін футбол қауымдасы 40 минуттың ішінде Мессидің әкесімен байланысты. Алтын әрқашан жарқырайды. Месси содан бері Аргентина жейдесін киді.
Ал оның негізгі майданы әлі де Барселонаның негізгі командасында. Ол талантты болғанымен, мықтылар жиналған Барселонада әлі де ешкім емес еді. 16 жасар Мессидің жағдайын түбегейлі өзгерткен бұл сол кезде қайнап жүрген Роналдиньо еді. Ол Мессиді інісіндей көріп, Барселонада оған нағыз футболды таныстырды. Мессидің Барселонадағы алғашқы голын оған Роналдиньо берген. Голдан кейін Роналдиньо жүгіріп келіп, Мессиді інісіндей көтеріп алды. Бұл сансыз жанкүйерлер ешқашан ұмытпайтын көрініске айналды. Ол кезде Роналдиньо Мессидің әріптесі, Мессидің ұстазы және жанашыры болатын. Сондай-ақ сол кезден бастап Месси шынымен де негізгі командада өз орнын орнатты және содан бері тез көтерілді. 21 жасында Роналдиньо Барселонадан кетті, ал Месси Барселонаның жаңа көшбасшысы болды. Содан бері футбол жаңа дәуіріне қадам басты. Оның тәлімгері Гвардиоланың жаттықтыруымен Месси бүкіл Барселонаның ажырамас бөлігі болды. Келесі 10 жылда ол Барселонаның сансыз марапаттарға ие болуына көмектесті. Ал Месси де көптеген марапаттарға ие болды. 2022 жылға дейін Месси 7 алтын глобус жүлдесін жеңіп, әлемдік футбол тарихындағы ең көп алтын глобус жүлдесін алған ойыншысы болды. Өзінің талантымен және тағдырын өзгертуге деген жігерімен қарапайым отбасынан шыққан бұл бейшара бала ақырында футбол патшасындай әлемнің шыңына шықты.